Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте керемет ұлттық пирог қызыл ірімшік пен тарыдан жасалған пирогтың рецебімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнап жатса лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Бізге қажетті заттар: песочный қамыр жасау үшін ұнымызды ыдысымызға салып, үстіне сары майымызды салып, және де қант, қамыр қопсытқыш барлығын салып, қолмен нанды илейтін боламыз. Қамырымыз песочный болған кезде қамырымызға бір жұмыртқа салып, жақсылап қамырды илейтін боламыз. Менде міне осындай әдемі жұмсақ, қолға қатты жабыспайтын қамыр шықты. Енді дайын қамырымызды арнайы формаға салып, осылайынан жақсылап тегістеп шығамыз қолмен. Одан кейін вилкамен кішкене тегістеп, дайын қамырды формасымен бірге тоңазытқышқа 10 минутқа, яғни біздің салмамызды дайындап болғанша, сол уақыт аралығында тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Болмаса алдын ала қамырының өзін қойып, одан кейін салсаңыз да болады. Оны өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мінекей қамыры дайын. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Міне керек қажетті заттар. Ең алдымен ыстық сүтке тарымызды салып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Одан кейін ыдысымызға біз қаймағымызды салып, қоюланған сүтімізді, яғни сгущенка саламыз. Сгущенканың сапасы жақсы болу қажет. Енді барлық қажетті заттарды саламыз, яғни жұмыртқамызды 2 дана, қантымызды және крахмал. Крахмал менде кукурузный крахмалды салып, барлығын видеода көрсеткендей венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылайынан бір қалыпқа келгенше. Мінекей біздің салмамызда дайын болып қалды. Енді бұқтырылған тарыны сүтінен бөлек тарысын салып, осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Біздің дайын ірімшігімізді осылайынан видеода көрсеткендей 4 бұрышты етіп жақсылап турап аламыз. Мінекей бізде ірімшігіміз дайын. Енді тоңазытқышқа тұрған қамырымызды алып, үстіне салмамыздың жарты бөлігін құямыз. Жартыдан кішкене көбірек бөлігін құйып, үстіне осылайынан жаңағы ірімшігімізді орналастырып шығамыз. Менде форма кішкене көлемі кішірек болып қалды. Осыдан биіктеу форма болса, дәл осы рецеппен жасасаңыздар болады. Үстіне қалған кішкене бөлігін саламыз, қалған бөлігін құямыз. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минутқа қойып аламыз. Піскеннен кейін 2 сағаттай бөлме температурасында салқындатып, одан кейін 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей біздің пирогымыз толықтай суып дайын болды. Өте дәмді шыққан. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Ұнап жатса сіздерге рецепт, лайк басуды, жазылуды, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.